Қайырлы күн құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін мен сіздермен лимондарды мұздатудың өте оңай, қарапайым және ыңғайлы әдісімен бөліскім келеді. Алдын ала жуылған лимонды тілімдерге кесіп аламын. Содан кейін мұздатуға арналған контейнер немесе тақтаны алып, бетіне пленка төсеймін. Пленканың үстіне лимон тілімдерін толықтай салып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей бетіне тағы пленка жабамын. Бұл әдісті контейнер толғанша қайталаймын. Сіздерге айта кетейін, бұл әдісті бірінші рет қолданып отырмын. Мұздатудың пайдалылығын туралы біліп, сіздермен бөліскім келді. Олардың ішінен лимондарды мұздатудың көптеген пайдасы бар. Мұздатылған лимондар құрамында барлық дәрумендерді сақтайды және әдеттегі сақтау әдістеріне қарағанда әлде қайда ұзағырақ балғын күйінде қалады. Бұл пайдалы цитрус жемістері ұзақ уақыт бойы жинақтаудың тамаша тәсілі және осының арқасында цитрус жемістерін жылдың кез келген уақытында жеуге болады. Мұздатылған лимон тілімдерін кез келген уақытта шай мен тағамдарға қосуға болады. Лимондарды мұздату бұл ақшаны үнемдеудің тамаша тәсілі. Лимондарды мұздату жылдың кез келген уақытында сақтау, мәзіріңізді әртараптандыру және денсаулықты сақтау үшін көптеген мүмкіндіктерді ашатын жақсы шешім. Қарапайым сақтау әдісін пайдалану арқылы сіз жыл бойы артықшылықтарды пайдалана аласыз. Мұздату үшін лимон дайын. Енді мұздатқышқа қоямын. Ал егерде тақтаны қолданатын болсаңыз, дәл сол әдісті қайталайсыз. Мұздатылған лимондарды бір реттік контейнерге салып, мұздатқышта сақтаймын.
Егер мен сізге пайдалы болсам, аз болса да пікір жазыңыз, лайк басыңыз және әрине мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.